Қалдарыңыз қалай? Буға салып 10 минутта пісіріп алатын осындай жұмсақ рогаликидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ол үшін бізге сүт керек. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Сүтімізге 1 шай қасық ашытқымызды саламыз және де 4 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. 320 мл сүт кетеді. Сүтімізді шетке қойып, ұнымызды електен өткіземіз. Бізге 400 грамм ұн қажет. Мен сіздерге арнайы осылай қасықпен өлшеп қойдым. 24 ас қасық ұн болады. Міндетті түрде осылай електен өткізіп алыңыздар. Ұнымыздың ортасын осылайнан ашамыз, сүтімізді құямыз. Мінеки сүтімізде ашытқымыз көтерілген. Енді 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызға қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Мен басында осылайнан қасықпен араластырып аламын. Кейін қоюланып бастағанда қолмен елеймін. Қамырды елегенде қолыңызға жабысады. Сол кезде осылайнан жұмсақ 1 ас қасық сары майды қосып, ары қарай тағы да елейміз, басы біріккенше. Басында осылай жабысады, артық ұн қоспаңыз. Май қосылғаннан кейін қамырының өзі басы бірігіп, осындай жұмсақ қамыр шығады. Негізі 1-2 ас қасық ұн қоссаңыз болады. Сіздің ұныңыздың ылғалдылығына байланысты осылайнан бетін жауып, жылы орап, қамырыңыздың көтерілгенін күтесіз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Осылайнан үстеліміздің үстіне қойып, қамырымызды 5 бөлікке бөлеміз. Ол үшін осындай сопақша көлемге келтіріп алып, теңдей 5 бөлікке бөліп алыңыз. Осы 5 қамырымызды осылайнан дөңгелек формаға келтіреміз. Және де бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымыздың үстіне жарты шай қасық сары майымызды осылайнан қойып шығамыз. Енді саусағымыздың көмегімен қамырымызды осылайнан қолымызбен басып отырып, майды жағып, дөңгелек формаға келтіріп, жұқалап аламыз. Дәл солай қалған қамырдың бәрін майын жағып, үстісіне қойып шығамыз. Және де бетін салафанмен жауып, тағы да 5 минутқа тындырамыз. 5 минут өткен соң қамырымызды тағы да біраз қолымызбен басып, оқтаумен сәл ішіндегі барлық майы біркелкі болып барлық жаққа жағылу үшін оқтаумен 1-2 рет жүргізіп шығамыз. Сосын қамырымызды осылайнан 2-ге бөліп алдым. Егер ерінбесеңіз, бірден 10 бөлікке бөліп, әр 5 бөліктен жеке-жеке кішірек қамыр шығарсаңыз да болады. Егер құрамын аз қылып жасасаңыз, қамырыңызды бөлмейсіз. Қамырымыздың қалыңдығын осылайнан 5 мм болатындай қылып жайып аламыз да 11-12 бөлікке бөліп шығамыз. Осылайнан рогаликимізді ораймыз. Біріншісіне мен еш нәрсе салмадым, құры қамырдың өзін ғана орап шықтым. Ал екінші салмасына қайнатпалы қою сгущенканы қолданамын. Ішіне салмасын салған соң бетін осылайнан жауып, саусағыңызбен қатты басып, жабыстырып аласыз қамырын. Ішіне салатын салмасы өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәл осылай барлық қамырды ораймыз. Бетін жауып 10 минутқа тындырып, суыңыз қайнаған кезде осылайнан суыңызға салып отырып, 7-8 секундтай ұстайсыз, қамырыңыз жартылай піседі. Сол кезде бірден сүзіп алып, пергамент қағазы төселген табаңызға салып, 180 градуста 15-20 минут пісіріп аласыз. Ішіңізді алдын ала қыздырып, пергамент қағазын төсеп дайындап қойыңыз. Бірден ыстықтай осылайнан жұмсақ сары майымызды бетіне жағып шығамыз. Мінеки достар, біздің рогаликіміз пісіп шықты. Өздері сондай әп-әдемі, үлпілдек және жұмсақ болып шықты. Жасалуы да өте оңай. Құрамы да өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалады. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Міне осындай жұмсақ болып шығады.
ішіне еш нәрсе қоспай жасасаңыздар да өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздермен болған Гүлжанат, сау болыңыздар.